Қалды көршілер, алдыңызда көрініп тұрған 11-ге 16 деген үй сатылады. Мәнзіл Бостанда, Жүкіпта бұрынғы. Келесілер Бостан жазудан туыры кіріп келесіз. Алдыңызда шеп қапталға бұрылатын көше шығады. Үшінші көшеде жайласқан таза поселке деп айтады екен. Бұл жақта көшеде көріп тұрғансыздай тоқ бар, газ бар, су, водопровод өтіп тұрды. Так, енді бірқатар сіздерге ішкі көріністер hamda ар жақтағы адыс көріністерін таныстырып өтейін. Осындай навес болады екен алды беті. Гараж қылсаңыз да болады. Барлық схемалар сызуға тайын тұрыпты. Бұл тарапқа екі есік қаратылған. Бірі үйге кіретін главный есік, екіншісі болса туалет ванна үшін арналған есік тастап кетілген. Бұл жерден отдельный кіріп шығылады. 6 жер майданда жайласқан. Котелханасы үшін отдельный мына жерге сызылмасы тайын тұрыпты. Кейін бұл тараптан времянка үшін схемаларын сызып таялап қойып бұл тарапқа қорасы, времянкасы бәрін экранда көріп тұрған суретлеріңіздей болып түседі екен. Көріп тұрғаныңыздай фундаменттері жақсы жағдайда, подошкасы құйылған, үйдің сыртын бір сылап қойыпты екен. Бағасын айтып өтіп кетейін сіздерді. Бағасы 110 миллион сом айтамыз, келісім бар. Ішкі көріністермен таныстыратын болсақ, ішке кіргенде осындай прихожкаменен басланады. Осындай мына жерлерге гардероб қойып, мебельден істетіп алсаңыз болады. Жаңа айтқанда үйді бір сылап қойыпты. Бұл тарапта болса, асхана үшін бір бөлме тастап кетілген. Төбесіне кейін қамсыларын тастап, сывап, ізін дауам етіп кете бересіздер. Сол жерге холл көріп тұрғаныңыздай, мінекей холл, айналары адыс тарапқа қараған холлдың бұл тарапта спальный, яғни детский бір комната тастап кетілген бір бөлме. Көріп тұрғаныңыздай, бұл тарапта болса туырыда кішігірім бір зал, я болмаса ата-аналар үшін бір спальный комната қылсаңыз болады. Ал бұл тарапта болса зал жайласқан үлкен залымыз, бұның да айналары артық тарапқа қараған. Неке фундаменттің жағдайларын іштен көрсеңіз де болады. Барлық жеріне подошка құйылып, жақсы қылып істелген. Кімді қызықтырса, жоғарыда көрсетілген номерлерге байланыса бересіздер. Бостаннан үй іздеп жүргелі болса, осы видеоны жіберіп қоямыз. Бағасын 110 миллион сом айтамыз, келісім бар.